Саламатсыздармы студенттер, бүгінгі сіздермен өтетін жаңа тақырыбымыз қол добы қорғаныс тактикасы. Қол добында қорғаныс тактикасы қарсыластың шабуылын тоқтатуға, гол соғуына жол бермеуге және допты қайтарып алуға бағытталған командалық іс-әрекеттердің жиынтығы. Қорғаныс тактикасы ойынның нәтижесіне тікелей әсер етеді. Сондықтан оны дұрыс ұйымдастыру және тиімді қолдану өте маңызды болып табылады. Қорғаныс тактикасының мақсаттары: қарсыластың шабуылын тоқтату және гол соғуына жол бермеу, допты қайтарып алу және қарсылас шабуылды ұйымдастыру, қарсыластың ойыншыларына психологиялық қысым көрсету және қателік жасауға мәжбүрлеу, өз қақпасын қорғау және қақпашыға көмектесу болып табылады. Қорғаныс тактикасының негізгі элементтері келетін болсақ, қорғаныс жүйесінің таңдау, яғни жеке қорғаныс, аймақтық қорғаныс және аралас қорғаныс болып бөлінеді. Ойыншылардың орналасуы, яғни қорғаныс шебін құру, қақпа алдындағы аймақты қорғау, қарсыластың ойыншыларын қадағалау. Қорғаныс әрекеттері, яғни қандай әрекеттер жасау керек: блок қою, яғни тосқауыл қою, допты тартып алу, қарсыласты итеру, қателік жасауға мәжбүрлеу. Және қақпашының ойыны, қақпаны қорғау, допты ойынға қосу, қорғанысқа бағыт беру, яғни қорғаушылардың дұрыс орналасуын соларға айтып тұруын көмектесу. Қорғаныс жүйелері, яғни келетін болсақ, енді жеке қорғаныс, аймақтық қорғаныс және аралас қорғаныс деп айттық қой. Солардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, жеке қорғаныс: әр ойыншы қарсыластың белгілі бір ойыншысын қадағалайды және оның шабуылын тоқтатуға тырысады. Артықшылықтары: қарсыластың күшті ойыншыларын бейтараптандыруға, олардың доп алуына және қақпаға соққы жасауына жол бермеуге мүмкіндік береді. Кемшіліктері: ойыншылардың жеке шеберлігін талап етеді, қозғалыс көп болуы керек, тактикалық икемділігі төмен. Қолданылуы: қарсыластың бірнеше күшті ойыншысы болған кезде олардың шабуылын шектеу үшін қолданылады. Аймақтық қорғанысқа келетін болсақ, аймақтық қорғаныс, яғни ойыншылар белгілі бір аймақтарды қорғайды және қарсыластың шабуылын сол аймақтарда тоқтатуға тырысады. Артықшылықтары: қорғаныс шебін құруға, қақпа алдындағы аймақты қорғауға, командалық әрекеттерді жақсартуға мүмкіндік береді. Кемшіліктеріне келетін болсақ, қарсыластың алыстан соққы жасауына қарсы тиімділігі төмен, тактикалық икемділігі орташа болып келеді. Қолданылуы: қарсыластың шабуылының бағытын шектеу, қорғаныс шебін құру және тактикалық әрекеттерді жақсарту үшін қолданылады. Түрлері: яғни 6-0, яғни 6 қорғаныс болуы мүмкін, немесе 5 қорғаныс және бір орталық ойыншы болуы мүмкін, 4-2-3-2-1, яғни 3 қорғаушы, 2 жартылай қорғаушы және 1 шабуылшы болуы мүмкін. Осындай схемаларда орналасуы мүмкін. Аралас қорғанысқа келетін болсақ, жеке және аймақтық қорғаныс элементтерін біріктіреді. Мысалы, бір немесе 2 ойыншы қарсыластың күшті ойыншыларын жеке қадағаласа, қалғандары аймақтық қорғаныста ойнайды. Артықшылықтары: тактикалық икемділікті арттыруға, қарсыласты шатастыруға және оның күшті жақтарын шектеуге мүмкіндік береді. Кемшіліктері: ойыншылардың жақсы дайындығын және тактикалық түсінігін талап етеді, командалық әрекеттерді жақсарту қажет болып табылады. Қолданылуы: қарсыластың күшті және әлсіз жақтарын ескере отырып, тактикалық өзгерістер енгізу үшін қолданылады. Қорғаныс әрекеттеріне келетін болсақ, қорғаныс әрекеттері, яғни блок қою, тосқауыл қою, қарсыластың қақпаға соққы жасауына кедергі келтіру, допты қақпадан алыстату, блокты дұрыс орналастыру және уақытында секіру маңызды болып келеді. Тосқауыл қою кезінде, мысалы, ойыншыларға қоюы мүмкін, немесе айыптобын лақтыру кезінде тосқауыл қою керек. Сол уақытта дұрыс тосқауылды қоя білуіміз керек болып табылады.
допты тартып алу, қарсыластың пасын тартып алу, шабуылды тоқтату және қарсы шабуылды бастау керек болып табылады. Қарсыласты итеру, яғни ереже шеңберінде қарсыласты итеру, оның қозғалысын шектеу және допты алуына жол бермеу. Қателік жасауға мәжбүрлеу, қарсыласқа қысым көрсету, оның қателігін жасауына мәжбүрлеу және допты қайтарып алу бұл қорғаныс әрекеттеріне кіреді екен. Қақпашының рөліне келетін болсақ, қақпашы қорғаныстың соңғы шебі болып табылады. Оның шеберлігі команданың қорғанысына үлкен әсер етеді. Қақпашы қақпаны қорғаумен қатар қорғанысқа бағыт беруі, ойыншылардың орналасуын реттеуі және қарсы шабуылдарды бастауы керек. Қақпашының ойын стилі қорғаныс тактикасына байланысты өзгереді. Қорғаныс тактикасын жетілдіру, яғни жаттығуларда қорғаныс схемаларын пысықтау, ойыншылардың өзара әрекеттесуін жақсарту, қарсыластың ойынын талдау, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтау, ойын барысында тактикалық өзгерістер енгізу, қарсыласқа бейімделу және ойыншылардың физикалық және психологиялық дайындығын арттыру болып табылады. Қорытындыға келетін болсақ, қол добында қорғаныс тактикасы команданың жеңіске жетуіне маңызды факторы. Тиімді қорғаныс қарсыластың шабуылын тоқтатуға, допты қайтарып алуға және қарсы шабуылды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қорғаныс тактикасын дұрыс таңдау, ойыншылардың орналасуын реттеу, қорғаныс әрекеттерін тиімді қолдану және қақпашының шеберлігі қорғаныстың тиімділігін арттырады. Яғни бұл жерде тек қана қорғаныс мықты болса, шабуыл одан да мықты болып келеді. Яғни аз гол салдырған сайын, олар қорғаныс мықты болған сайын психологиялық тұрғыда олардың сынуы мүмкін, немесе ойынды өздеріне ала алмауы мүмкін. Сол етіп қарсылас команданы жеңіп кетуге болады. Бүгінгі тақырып осы. Назарларыңызға рахмет.